Ассалаумағалейкум. Мынау баршаңызға ең алдымен алғыс айта кетейін. Осылайынан жәндегі қазақты қолдаңыздар, қазақ бауырларыңызды қолдап баршаңыз тіркеліп кетіңіздер, плюс белгісін бассаңыздар, тіркелесіздер. Сол подписаться дегенді басып, пікір қалдырыңыздар. Содан мынау рекке шығады, көпшіліктің көруіне әйтеуір ықпал етеді деп өтініш жасаған едім. Сол өтінішімді аяқ асты етпей, көпшілігіңіз тіркеліп, қолдау білдіріп жатқандарыңызға Алла разы болсын. Баршаңызға Алла тағалам бір кәсіптің егесі болуды нәсіп етсін. Ал енді бастай кетейік. Мына жерге қанша қошқар сыяды дейді. Бұл кешені алдыңғы видеода размерін толық көрсеткенмін. Яғни почти 2,80-ге 1,5. Вот осыған қазірге сиятыны міне 5 қошқар. 5 қошқар әдемі сияды. 5 қошқар. Бұны бір кісілерде комментарияда жазған екен. Мұна су несін, судың ыдысын мұна жанына жасамадыңыздар ма? Сол уақытта 2 қошқардың орнын алып тұр ғой мынау деп. Олайынан жасауға да болады, әрине. Бірақ дегенменде ол кезде бұл қой атауын білесіздер. Бұлар жатса тапталып қала береді. Бұлар сол күйінше жата береді. Тем более бұлар тяжеловес. Бұлардың жәндегі салмақтары енді аткорымда тұрғаннан кейін өте ауыр болады салмақтары. Қазір алдынан білінбей жатыр ғой. Атак былайынша кәдімгі бір адамды сүйрейтіндей салмақтары бар. Одан кейінгі сол себепті бұндай неген осы үлкен қошқардан 5 бас жеткілікті. Одан көбі көп бөгедеді. Ал енді жәндегі жас тоқты нелер болатын болса, осы жердің өзінде 6-7 басты қойып жерге болады. Одан кейін тағы да бір сұрақ көпшілікке жәндегі қойылып атқан. Кеше бір кісілер айтыпты, мына нені тақтайды неге тігінен жасадыңыздар, бұлайынан көлденең жасамадыңыздар ма деп. Бұл көлденең жасайтын болсақ, ол уақытта мына есіктен кіріп шыққан уақытта бұл көлденең жасалынғаннан кейін, бұлайынан тұрғаннан кейін арасы ашық болады ғой. Мына тұяқпен бұлай түседі, сол кезде аяқтары ілініп қалады. Мысалы үшін көлденең жасалынды дейікші, соған бұлайынан аяқтарының ұшы ілініп қалатын болады. Сол кезде шалынып құлайды. Сол себепті осы ыңғайлы. Қазір шөп жегенде де, су ішкенде де барлығы бұлайынан бері қарай тігінен жасалынған. Сонда мыналардың қазір аяғымен көрсетейін. Міне, көрдіңіздер ма? Аяқтар еш жерге ілінбейді. Тігінен тұр. Тігінен тұрғаннан кейін ілінбейді. Егер де осы көлденең болса, мына ұштары, тұяқтардың ұштары мынаған кіріп кетеді. Мысалы үшін бұлайынан тұрып жейтін болса, бұлайынан мынаған ілініп қала береді, сөйтіп шалынып құлайды. Сол себепті осылайынан жасаңыздар. Бұрынғы көлденең жасағандардың бәрі қазір қайтадан алып тігінен жасап жатыр. Одан кейін тағы да бір сұрақ, мынау алынама дейді. Я, мынау алынбалы, салынбалы. Кәдімгі поддон қылып істегенбіз. Көтеріп аласыз, көтеріп қоясыз. Одан кейін тағы да бір сұрақ, мынау жәндегі тұяқтары кіріп кетпей ма дейді. Жоқ, ешқандай да тұяғы кірмейді.